Бала бақытты болып өсу үшін оған ең алдымен балықты емес, қармақты беріңіз. Себебі айтқаны болған бала ересек кезде де өз айтқанын істетуге тырысады. Яғни оның үлкен өмірдегі сынақтарда оның мүжіліп тұра алмай қалуы мүмкін. Сол себептен қолына балықты емес, қармақты ұстатыңыз. Екіншіден, кейбір ата-аналар бар, семьялар династиялық профессияны ұстанған. Если балаңыз династияның профессиясын түсіне алса, өзіне қолдана алса, жүрегіне жақын қабылдаса, ол династиялық профессияны алып кете алады. Ал егер бала династиялық профессияны жүрегі қаламаса, басқа салаға көшуі мүмкін, басқа саланы таңдауы мүмкін. Үшінші принцип